Википедияда мақаланы бастау. Википедияның негізгі мақсаты тегін әрі сапалы энциклопедия жасау. Сондықтан оған салатын мақалаңыздың тақырыбы мен оның мазмұны энциклопедиялық талаптарға сай болу керек. Ол белгілі бір адамның өмірбаяны, жер су атауы төңірегіндегі мағлұмат, немесе тарихи, мәдени, қоғамдық және саяси экономикалық маңызы бар оқиға не құбылыс болуы мүмкін. Жаңа мақала бастамас бұрын бұған дейін жазылған мақаланың бірін өңдеп, дамытып көрген абзал. Сол арқылы сіз Википедиядағы мақалалардың құрылымы және оларды жазудың тілімен таныса аласыз. Соның бір мысалы ретінде Википедиядағы Словения туралы жазылған мақаланы бірге өңдеп көрейік. Алдымен қазақша Википедияның басты бетін ашамыз. Мұнда энциклопедия жөнінде мәлімет пен жаңалықтар, өзге тілдегі тарауларға алып баратын сілтемелер және басқа пайдалы мәлімет бар. Тіркелген кезде енгізген вики есіміңіз бен құпия сөзді жазып, кіру дейміз. Вики юзер 3 деген вики есімін жоғарғы оң жақ бұрышта пайда болды. Енді бұған дейін жазылған мақаланы өңдеп көру үшін ол мақаланы тауып алу керек. Мәселен, Словения туралы әлде қашан жазылған мақала бар, соны ашып көрейік. Ол үшін жоғары оң жақ бұрыштағы іздеу сауал жолына Словения деп жазып, Enter'ті басамыз. Алдымызға Словенияға арналған мақаланың мәтіні шықты. Көзді жүгіртіп өткен күннің өзінде бұл мақаланың әлі де толықтыруды, дамытуды талап ететінін байқау қиын емес. Мақаланың жоғарғы жағында оқу, өңдеу және тарихы деген бөлімдерге бастайтын сілтемелер тұр. Біз қазір оқу бөліміндеміз. Егер тарихы деген сілтемені бассаңыз, бұл мақаланы қашан және кімнің бастағанын, кімдердің қай уақытта кіріп өңдегенін көре аласыз. Оқу деген бөлімге қайтып келіп, мақаланың өзіне қайта зер салайық. Байқасақ, Словенияның географиясы деген бөлім мүлде бос. Сондықтан осы бөлімге мәлімет қосып, мақаланы өңдеп көрейік. Ол үшін өңдеу деген бөлімге өту қажет. Бұл мақалаларды редакциялау парағы. Бір қарағанда мүлде түсініксіз көрінетін осындай бетте мақалалар жасалып өңделеді. Мақала мәтінінің ішіндегі оқуға келмейтін түрлі белгілер Википедия тілінің құралдары. Осы құралдарды игеру Википедияны игерумен тең. Қазір біз мақаланың география бөлігін толықтыру арқылы соның бір шамасымен қолданып көреміз. Мәтін бойымен төмен жүріп отырып, география деген бөлімді тауып аламыз. Менің осы бөлімге арнап алдын ала Word редакторында дайындалған мәтінім бар. Енді сол мәтінді көшіріп алып, Словенияға арналған мақаланың географиясы деген бөлімге астына әкеліп саламыз. Жасалған толықтыруымыз мақаланы қалай өзгерткенін көргіміз келсе, төмен түсіп, қарап шығу деген сөздің үстіне басу керек. Алдыңызға өзіңіз енгізген өзгертулері бар мақаланың нұсқасы шықты. Бұл өзгертулерді сақтап қою үшін тағы да төмен түсіп, бетті сақта деген сөзді басамыз. Мақалаңыз сәтті өңделді.